болғандарына қуанып, аға жеңгелік борышымызды өтеп жүрдік. Солай өміріміз жалғаса берді. Жылдар өте келіп, балаларымның оқитын кезеңіне де жетіппіз. Ұлдарымды ата-әжесі Мәдениет ауылының мектебіне оқуға беріп оқытты. Қыздарым оқитын кезеңіне де жеткен соң, қыздарымның оқуы үшін қоныс аударып, 1987 жылы Шымбай фермасына көшіп келдік. Жылқымен қоса қызметте қатар жасадым. 2000 жылдан бастап 4 жыл ірі қара фермер болып жұмыс істедім. Арадан біршама қиын қыстау кезеңдер өтіп, інім Рахат қос қанатын маған аманат етіп дүниеден өтті. Келінім Қалипа да 2009 жылы 20 қараша күні дүниеден өтті. Қос ұлымды алшақтатпай, осы Гүлшат қамқоршы ана болып құшағында өсірді. 2005 жылы Қазақстан Республикасына қоныс аудардық. Біз Гүлшат екеуміз бірге балаларымыздың қызықтарын көріп, көп балалы болып, ұлдарымды ұяға, қыздарымды қияға қондырып, немерелер, шөберелер сүйіп, Алланың берген жасын жасап жүрміз. Алланың қалауымен бейбіт балам 2024 жылы Американы көрсету үшін Гүлшат екеумізді шақырды. Толық Американы, Нью-Йорк, Манхэттен, Бруклин қалаларын көрсетті. Менің балам 2024 жылдан бастап жолымды жалғап келе жатқан Бекпенбетов Бауыржан балам осы кезеңде Қарағанды облысы Шахтинск қаласында жылқышы болып ата-баба дәстүрін жалғастырып жүр. Қарағанды облысында көкпар болып, Байтора атымен Рысбай ақсақалдың баласы Бауыржанның Байтора есімді аты Қарағанды облысы чемпионы болып, белдік белбеумен бірінші орын алып, Қарағанды облысы әкімінің кубик және медаль мен белдік белбеумен марапатталды. Аллаға мың да бір шүкіршілік етіп, перзенттерім атымды шығарып, жүзімді жарқын етіп, қуантып, марқайтып жүр. 70 жасымда жылқыға құрық салып та балаларыма үлгі көрсетіп жүрмін. Қазіргі кезеңде 5 келінім, 3 күйеу балам бар. Аллаға мың да бір шүкіршілік етіп, ұлдардан 16 немерелер, қыздардан 6 жиен немерелер, 3 шөбере сүйіп өмірлерін берсін, Аллам деп орталарында күліп ойнап жүрміз, кемпіріміз екеуміз. Міне бүгін балаларым аналарының 70 жасын тойлап, және Гүлшат екеуміздің бас қосқанымызға 50 жылдық алтын тойымызды жасап жатыр. Аллаға сансыз шүкіршілік айтамын. Қуанышымызға ортақтасып келіп отырғандарыңызға мың алғыс.